Бүгінгі біздің тақырыбымыз пайыз. Біз осы кезге келген пайызды сүттің сыртынан, мысалға майлылығы 6%-лық сүт деп, немесе несие алатын кезде 14%-лық үстемақы деп, немесе жеңілдік болатын кезде 10% жеңілдік, 25%-ға дейінгі жеңілдік, 90%-ға дейінгі жеңілдік деген сияқты сөздерді естігенбіз. Ал енді осы пайызды қалай есептейміз және қай кезде қалай қолданамыз, оның мағынасы не екенін түсінейік. Біздерде 100% деген ұғым бар. Ол бізде барлығы деген мағынаны білдіреді. Мысалға бізге кітаптың 500 беті болсын, егер де біз соның 500 беттің барлығын оқитын болсақ, демек оны 100% оқыдық деген сөз. Мысалы мен кітапты 100% оқып бітірдім десем де болады, немесе кітаптың барлық бетін оқып бітірдім десем де болады. Яғни 100% деген сөзді барлығы деген сөздің орнына қолдансақ болады. Ал енді мен басқа пайыздарға, яғни 100-ден төмен пайыздарға мысал келтірейін. Бағана бізде 500 бет болған, және біз бұл 500 бетті 100% деп алғанбыз. Ал енді бізде 500 бет емес, оның 250 бетін оқыдық делік, ал 250 бетін оқымадық. Бізде 500-дің жартысы 250 ғой, демек 100-дің де жартысы 50. Сонда біздер кітаптың 50%-ын оқыдық, және 50%-ын оқымадық деген сөз. Ал енді мына 250 тағы да 2-ге бөліп көрейін. 125 бет болсын. Яғни, мен 125 бетін оқыдым делік. Енді 250-дің жартысы 125 қой. Демек, 50-дің жартысы 25%. Демек, мен 25%-ын оқыдым. Яғни, 125 бетін оқыдым. Немесе, енді бізде 125 бетін оқысам, ар жағында қалған 375 бетін оқымадым делік. Яғни мен 25%-ын оқысам, қалған оқымағаным 75% қалды ғой. Себебі екеуін қосқан кезде барлығы 100 болу керек. Яғни мен оқыған мен оқымағанды қоссам, барлығы 500 бет болды ғой. Ал оқыған мен оқымағанның пайызын қоссам, 100% болу керек. Ал енді мен мысалға 10%-ын деп айтайын. 10%-ын тауып көрейін. Бізде 100-ді 10-ға бөлсек 10%. Яғни 10-нан 1 бөлігі. Демек, біз егер 100-ді 10-ға бөлетін болсақ, біздер 500-ді де 10-ға бөліміз керек. Яғни 50 бет. Сонда мен 50 бетін оқыдым десем де болады, немесе 10%-ын оқыдым десем де болады. Енді 50 бет, енді 1%-ын тауып көрейін. Сонда қанша бетті оқысам, мен 1%-ын оқыған болам. Яғни мына 10 еді ғой. 10-ды 10-ға бөлсем 1 болады. Демек, 50-ді де мен 10-ға бөлім керек. Екі жағын бірдей санға бөліп отырым керек. Яғни 50-ді 10-ға бөлсем, бізде 5 бет қалады. Демек, бізде 1%-ы 5 бет болып тұр. Сонда біздер 10 бет оқитын болсақ, тура осылай мынаны 2-ге көбейттім ғой. Демек, мынаны да 2-ге көбейтуім керек. 2% болады. Әрбір 1%-ы 5 бетті құрап отыр. Сонда біздер егерде 25 бет оқитын болсақ, делік. Мен мына 5-ті 25 болу үшін 5-ге көбейтем ғой. Демек, мен мынаны да 5-ге көбейте салам. 5%. Демек, 500-дің 5%-ы 25-ге тең. 500-дің 75%-ы 375-ге тең. Сол сияқты пайыз дегенді осылай есептейміз. Ал енді, мысалға біздің киіміміз 3500 теңге болсын. Және оған сыртына былайына жазып қояды. Мысалы, 10%-лық жеңілдік делік. Әр товарға 10%-лық жеңілдік. Сонда мен мынаның бағасы қанша екенін білуім керек. Біз бұл жерде 10%-ды азайтып тастаймыз. Бізде өзі барлығы 100% ғой. Біз оның 10%-ын азайтып тастаймыз да, 90%-ын қалуымыз керек. Бізде 3500 деген ол барлық бағасы. Ол қазірше 100%. Біздер 10%-ын азайтып тастасақ, 90%-ы қалады. Оны қалай есептейміз? Мен мына жерден 10%-ын алып тастайын. Мысалға бізде 100%-ы 3500 болды ғой. Мен енді 10%-ын таба салайын. 100-ді 10-ға бөлем. Демек, 3500-ді 10-ға бөлем. 3500-ді 10-ға бөлсем, 350 теңге.
Бірақ біздің 3500 теңгелік киіміміз 350 теңге емес. Керісінше біздер бұл 10% азайтып тастаймыз. Сонда бізде қалады 3150. Мен мынау сұрақ белгісін өшіріп тастайын. Сонда егерде бізде 10%-лық жеңілдік десе, біз 10%-ын азайтып тастап тұрып 90%-лық бағасын төлейміз деген сөз. Бұл бірінші мысал. Екінші мысал, мысалға 25%-лық жеңілдік болсын. Товарымыз мысалға бізде 4000 теңге болсын делік. Ол бізде қазіргі бағасы 100%. Ал енді бізге 25% жеңілдік болса, біз ол 25-ті азайтып тастауымыз керек. 100-ден 25-ті азайтсақ, біздер 75%-ын табуымыз керек. Сонда біздер 75%-ын тапқаннан 25%-ын тапқан оңай. Себебі білесіңдер, 100-ді 4-ке бөлсең 25. Яғни 4000-ді 4-ке бөлсек 1000 теңге. Бұл бірақ біздің жеңілдігіміз. Біздер 1000 теңге сатып алмаймыз, азайтқанда 3000 теңгеге сатып аламыз. Сонда қарасаңдар, егерде 10%-лық жеңілдік десе 10 азайтып тастаймыз, 25% жеңілдік десе 25% азайтып тастаймыз. Және қанша пайыз жеңілдік десе, 90% жеңілдік десе 90%-ды азайтып тастаймыз деген сөз. Демек біздер пайыз дегендің не екенін түсіндік. Қалай қолданылатынын түсіндік. Ал енді келесі сабақта санның пайызын табуды және пайызы бойынша санын табуды үйренеміз. Бұл бізде қазірше мысал ғана, негізі осы мысалдан ақ түсінуге болады, бірақ оның бөлек бір формуласы немесе ережесі бар.